Қайырлы күн достар, бүгін мен 3-4 түсті лентадан 2 түр құрап көрсететін боламын. Бізге керегі осындай 4 түрлі түсті ленталар. Лентамыздың ені линейка менен бірдей. 2-0,7 сантиметр. Және де осындай шаршы 5-5 шаршы 2 түсінен 5-5 және ортасына 4-4 шаршы керек болады. Ақшыт матамыз міндетті түрде және осындай құрақтарды құрап көрсететін боламыз. Тігіп бастайтын боламыз. Біздің матамыз 18-18 размері. Ортасындағы шаршы 4-4. Ең бірінші соны тігіп аламыз. Міндетті түрде түгіне қараймыз. Төмен қарап жатып тұру керек. Айналдырып тігіп шығатын боламыз. Енді екінші осындай розовыйдан лентамызды түгі төменге қарап жатып тұру керек. Енді қоңыр лентамызды тігетін боламыз. Астындағы лентамызды осылай жайып, тартып отырып тігеміз. Осылай енді ақ реті менен барлық лентамызды тігіп шығатын боламыз.
Енді келесі лентамыз тігеміз. Астын міндетті түрде жайып, тегістеп отырып тігеміз. Енді біз артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Бізде осындай құрақ шықты. 16-да 16 18 шықты матамыздан 16-да 16 құрақ шықты.
Енді бұл құрағымызға шыт матасы 18-де 18 және осындай 5-де 5 шаршы керек. Ортасына 3,5-да 3,5 шаршы керек. Бұл шаршыларымызды ортасынан белгілеп қиып аламыз. Екі түстіден керек болады, қоңырдан да. Бұны да ортасынан белгілеп қиып аламыз. Енді ортасына білу үшін бүктеп белгілеп аламыз. Енді тігетін боламыз. Және де осындай екі түсті лента керек болады. Біздің тігетініміз осындай құрақ. Ортасына түгіне қарап, ортасына шаршын тігіп аламыз. Түгі төменге қарап жатады. Бірінші ақ лентамыздан бастаймыз. Оң жақ бетіне қаратып қойып тіге бастаймыз. Енді үшбұрыш матамызды қойып тігетін боламыз. Аққа қоңыр, қоңырға ақты қойып тігеміз. Бұрышқа бұрышты қаратып қойып тігетін. Енді ақ лентамызды тігеміз. Астыңғы лентамыз менен бірдей болып тұру керек.
мына жерде астыңғы лента көрініп тұр ғой. Сонымен бірдей қоямыз үстіңгі лентамызды. Барлық жерде астындағы лентаға қарап отырамыз. Енді 3% аламыз, тігіп аламыз. Bir қатар лентаны айналдырып шыққан соң, осындай ленталарымыз тігіп алатын боламыз, 3 Енді екінші 3 матамыз тігеміз. Бізге ақ түс керек. Енді ақ лентамыздан бастайтын боламыз. Енді қоңырды тігеміз. Осылай жалғаса береді. Қоңыр, ақ.
Енді мына лентамызды тігіп аламыз. Bir қатар айналып шықтық. Енді екінші жағын тігеміз. Енді тағы да ақтан бастаймыз. Ең бірінші ақтан бастадық. Барлығын ақтан бір қатар айналып болып, барлығын ақтан тігетін боламыз. Енді шетін айналдырып тігіп шығамыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Бізде осындай 2 құрақ шықты.